Сәлем достар. Бүгін біз арнамызда жаңа деңгейге көтеріліп, ең ыстық әрі ең қызықты манга влогын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз Blue Lock мангасының жаңа тараулары. Егер сіздер бұл хикаяның басын көрмеген болсаңыздар немесе оқиғаның қалай басталғанын еске түсіргілеріңіз келсе, коммент және сипаттан бөліміндегі сілтеме арқылы өтіп, қысқаша шолуды көре аласыздар. Ол жақта бәрі нақты әрі түсінікті баяндалған. Достар, арнаның дамуы және келесі видеолардың бұдан да тезірек, бұдан да сапалы шығуы тікелей сіздердің қолдауларыңызға байланысты. Егер біздің жұмыс сіздерге ұнаса және жаңа бөлімдерді күткілеріңіз келсе, төмендегі Каспи нөміріне қаржылай қолдау көрсете аласыздар. Менің нөміріме 567 теңгеден көп ақша жіберіп, каналға қолдау көрсеткен әрбір жанның есімін мен келесі видеоларымның соңында арнайы атап өтіп, экранға шығаратын боламын. Бұл менің сіздерге деген алғысым. Сонымен қатар, сіздерден қолдау, ақша түскен сәтте, мен бірден келесі видеоның монтажына кірісіп, оны барынша тез жариялаймын. Сондықтан бәрі өз қолдарыңызда. Ал енді дайын болсаңыздар, Blue Lock әлеміне бірге сүңгиік. Кеттік. Бүгін біз Blue Lock мангасының кезекті бөліміне шолу жасаймыз. Жастар құрамасы U20 қарсы өткен қиян-кескі шайқаста жеңіске жеткеннен кейін, біздің жігіттер қысқа мерзімді демалыс алып, әрқайсысы өз шаруаларымен тарасады. Жеңістен кейін Blue Lock жобасы жігіттерге неше күн демалыс берді екен. Исаги көптен бері көрмеген әмияны мен телефонын қолына алады. Ол үйіне оралғанымен көп ұзамай қайтадан сыртқа шығып кетеді. Неге десеңіз, Сибуяда достарымен кездесуге уағдаласқан еді. Дәмханада оны Бачира мен Чигири күтіп отырады. Исаги олардан, басқалар қайда? Деп сұрайды. Басқалары да өз шаруаларымен кеткен екен. Исаги Нагиге, келе жатырсың ба? Деп хат жазады. Ал Наги болса, жаңа ғана ояндым деп жауап береді. Біздің үшеуміз еркіндікке шыққандай мәз-мейрам болады. Чигири достарына телефондағы жаңалықты көрсетеді. Біз танымал болдық. Жаңалықтарда Blue Lock жобасы халықаралық назарға іліккені және Жапония футбол қауымдастығының басшысы Blue Lock Жапон футболын құтқарады деп мәлімдеме жасағаны айтылады. Олар осылай әңгімелесіп отырғанда дәл қасында таныс дауыстар естіледі. Исаги жалт қараса өз достары екенін көріп, жігіттер, қалайсыңдар? Деп бірден қастарына барады. Олар бірге жиналып әңгімелерін жалғастырады. Сол сәтте Исагиге Нагиден тағы да хат келеді. Мен автомат ойында отырмын, кешігіп барамын дейді ол. Айтқандай-ақ біздің көңілді жігіт жалғыз өзі ойын автоматында отырғанда бүкіл топ келіп, сен мұнда не істеп жүрсің? Деп бәрі жабылып бірге ойнай бастайды. Олар кран ойынын ойнап, дарт сатып, бильярд пен үстел теннисін ойнап, нағыз бақытты сәттерді өткізеді. Ойыннан соң олар караокеге бармақшы болады. Караокеге кірген бетте бір бөлмеден айқайласып жатқан жүкті көреді. Әйел адам ашуланып, ер адамды шапалақпен тартып жіберіп, шығып кетеді. Біздің жігіттер қызық көріп, есіктен сығалап қараса, іште Айку отыр екен. Ойбай, сен осындай қыздарды ұнатасың ба? Бірақ ол сенен үлкен көрінеді екен ғой, деп әзілдейді. Айку болса, сендер де демалып жүрсіңдер ме? Деп таңғалады. U20 жігіттерінің бәрі осында екен. Олар караокеде нағыз рахатқа бөленіп отырған көрінеді. Біздің жігіттерді байқап қалған олар, сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Деп сұрайды. Біздің Исаги не айтарын білмей, сасқалақтап тұрғанда артынан Blue Lock достары келіп, қане, негізгі құрамды шығарыңдар. Күш сынасайық, деп тап береді. Жаңа ғана айқайлап отырған жігітте міне, енді бірдеңе басталды дегендей кейіппен отырады. Осылайша соңында бәрі боулингтен жарысатын болып келіседі. U20 мен Blue Lock арасындағы нағыз жынды шайқас енді басталады. Олар тіпті өздеріне лақап аттар қоя бастайды. Мені монстр, қобыжық деп атаңдар. Онда мен Будда. Ал мен ниндзя боламын. Деп мәз-мейрам болсады. Кенет Blue Lock тарапынан бір жігіт сұмдық соққы жасап, бәрін таңғалдырады. Бұл бары еді. Мәссаған, сен шынымен мықты екенсің, деп бәрі таңдай қағады. Біздің жігіттер сол кешті өте көңілді өткізеді. Blue Lock командасы өз страйктарын сәтті жасап жатқанда қарсы жақ, Будда, сенің қолыңнан келеді, жібер, деп айқайлап қолдау көрсетеді. Тіпті Будда кегілдердің бәрін құлатып түсіреді. Осылайша кезекті допты домалататын және бәрін шешетін шешуші сәт туады. Соңғы кезекте біздің жақтан Наги шығады. Бірақ Нагидің басында тек қарным ашып кетті. Теріп кеттім. Жуыну керек еді деген ойлар ғана жүрді. Сөйтіп ол допты лақтыра бергенде өз аяғына шалынып құлап түседі. Біздің жігіттер, Наги, не істеп қойдың? Енді бәрі бітті, деп естері шыға жаздайды. Бірақ Наги әлі жерден тұрып үлгермегенде әлгі доп домалап барып страйк болады. Осылайша U20 мен Blue Lock жігіттері боулингте тең түсті деген хабар тарайды. Олардың айналасына қыздар жиналып, әне, мынау теледидардан шығып жүрген жігіттер ғой, шынымен атақты болып кетіпті, деп шуласа бастайды. Олардың айналасына көптеген қыздар жиналып қалады. Кейбіреулері тіпті телефон нөмірлерін беруге тырысып, біздің жігіттер нағыз жұлдызға айналғандай болып тұрады. Кенет Исаги, менің баратын шаруам бар еді деп, достарын қалдырып кетіп қалады. Исаги вокзалда пойыз күтіп тұрғанда бір кішкентай бала қасына келіп, сіз Исаги Иичи емессіз бе?
Кешегі салған голыңыз керемет болды. Сізбен қол алысуға бола ма? Деп сұрайды. Исаги мұндай сезімді алғаш рет сезініп тұрғандықтан қатты таңғалады, әрі ұялады. Дегенмен іштей өте қуанышты еді. Өзі салған голы арқылы өз әлемін өзгерте алатынына сол сәтте алғаш рет шын жүректен сене бастайды. Оның кездесуге келген адамы мектептегі досы Таманари Тада еді. Естеріңізде болса, бірінші бөлімде Исаги пас беріп, бұл жігіт гол сала алмай, соның кесірінен командасы мектеп жарысынан шығып қалған болатын. Таманари, мен әлі де сене алар емеспін. Сен шынымен Жапонияның батырына айналыпсың дейді. Ал Исаги қарапайымдылық танытып, жоқ, олай емес деп жауап береді. Бірақ әрі қарай жүріп бара жатқанда Таманари кенеттен сенің жолың болып кетті. Құдды бір құдай саған сол мүмкіндікті сыйлағандай көрінді дейді. Исаги таңғалып, не айтқың келіп тұр? Деп сұрайды. Доптың өзі саған келді ғой. Сен тек оны тебе салып, гол салдың. Егер мен Blue Lockқа түскенімде, мүмкін сенен де үлкен батыр болар ма едім деп сөйлейді. Тіпті сен бүкіл бағыңды сол бір голға жұмсап қойған шығарсың деп оны мазақтай бастайды. Әрине, бұл сөздердің бәрі Исагидің ашуын туғызады. Жолы болғыш бол дегенді естіген сайын ол іштей, сен менің қандай жаттығудан, қандай шайқастан өткенімді білесің бе? Деп ойлағанымен сыртынан ештеңе айтпайды. Бірақ осы әңгімеден кейін Исаги бір нәрсені түсінеді. Blue Lock оны өзі ойлағаннан да бетер өзгертіп жіберген. Бұрынғы Исаги болса, мұндай сөздерден соң күмәнданып, өзін кінәлайтын еді. Ал қазір ол сол голды өз күшімен салғанын іштей өте жақсы біледі. Және мұны міндетті түрде дәлелдеймін деп шешеді. Дәл сол уақытта бізге мырза Эгоның басқаруымен өткен Blue Lock басшыларының жиыны көрсетіледі. Бір қара нәсілді ер адам, Эго-сан, бұл жобаңыз тым қауіпті емес пе? Деп сұрайды. Қасындағы шашын артқа қайырған біреуі, бұл жалпы біз үшін өте үлкен тәуекел ғой деп қостайды. Ал костюм киген тағы бір жігіт күліп, біз бәріміз бір кемедеміз. Егер ешқандай қауіп болмаса, маған тіпті қызық болмас еді дейді. Сол кезде Эго үстелге сүйеніп, сендер тым тар шеңберде ойлайсыңдар. Бұл тек бастамасы ғана. Blue Lock енді нағыз екінші кезеңге өтеді. Бәрі бұдан да жұмбақ, бұдан да қызықты бола түспек. Біз осы жерден әлемнің ең үздік шабуылшыларын шығарамыз, деп мәлімдейді. Сол сәтте Рин теңіз жағасында жалғыз отырады. Оның қолында ағасы туралы мақалалар бар, олардың көбі ағасын жамандаған ақпараттар еді. Рин өткенді есіне түсіріп, мен сол кезде ағамның карьерасын өз қолыммен аяқтадым. Оның ең биік шыңында мен оны құлаттым. Сол сәтте ішімде қаным қайнап жатқандай сезім болды. Өзімде мұндай қараңғы жақ бар екенін бұрын сезбеппін деп ойға батады. Бірақ Риннің ең қатты ашуын туғызған бір нәрсе бар еді. Ағасының өзі Исагиді мақтап кеткен болатын. Исаги сенен де қауіпті ойыншы болуы мүмкін деген сөз Риннің көкейінде нық қалып қояды. Сондықтан Рин іштей жаңа мақсат қояды. Мен ағамды да, Исагиді де өз қолыммен жеңемін. Дәл осы кезде Исаги үйіне жетеді. Теледидардан Blue Lock ойындарының үзінділері көрсетіліп жатады. Әке-шешесі, біздің ұлымыз теледидардан шығып жатыр. Мұны тезірек жазып алайық, деп қуанып отырады. Исаги ұзақ уақыттан кейін отбасымен бірге тамақтанып, нағыз бақытты күйде көрінеді. Әке-шешесі оған, не болса да, сен өз қалаған жолыңмен жүр. Өзің сүйетін іспен айналыс деп оны шын жүректен қолдайды. Біздің Исаги тіпті толқып кетіп, мен әлемнің ең үздік шабуылшысы боламын, деп мәлімдейді. Әке-шешесінің жігерлендіретін сөздерін естіген соң, Исаги бөлмесіне кіріп, жалғыз ойға батады. Мен бәрін өзгертемін. Мен өз күшіммен бұл әлемді өзгертемін деп отырғанда, телефонына хабарлама келеді. Бұл Blue Lock жаңа жобасының басталып, барлық ойыншыларды қайта шақыру туралы шақыру еді. Әрине, бұл шақыру біздің барлық жігіттерімізге келді. Бәрі де, қане, бастайық, дегендей асқан жігермен жиналады. Сонымен келесі бөлімде олар Blue Lockқа қайта оралады. Бірақ ол жердегі жағдай бұрынғыдан мүлдем өзгеше. Көптеген камералар, тікұшақтар, журналистер мен күзетшілер нағыз үлкен шоуға айналып кетіпті. Біздің жігіттер толқып, дәлізбен келе жатқанда, оларды U20 ойыншылары күтіп алады. Сендер, U20 жігіттері, мұнда не істеп жүрсіңдер? Деп сұрайды. Олар, біз U20-ден шығып, Эгоның шақыруымен осында келдік деп жауап береді. Яғни, Blue Lock'тың екінші кезеңі бұрынғыдан да көп, және мықты ойыншылармен басталғалы жатыр деген сөз. Сол кезде Исаги келіп, сенсіз шабуылды елестете алмайтын едім дейді. Ал Рин оған суық қана, сені басып озып кетемін деп жауап қайтарады. Исаги күліп, сенен басқа сөз есту мүмкін емес ау дейді. Дәл сол сәтте экраннан Эго шығып, сәлем, менің таланттарым. Сонымен қатар U20-дің жеңілген иттерінде ұмытпау керек қой деп салады. Әрине, бұл сөзді естігенде U20 ойыншыларының түрі бұзылып кетеді. Эго сөзін жалғастырып, осыдан 100 күннен кейін әлемдік U20 чемпионаты басталады. Бірақ сендер дәл қазіргі күйлерінде қанша тырыссаңдар да жеңе алмайсыңдар. Сондықтан сендерге ілгерілеу керек. Сосын сұрақ қояды, адамды мықты ететін ең маңызды нәрсе не? Өзін дамыту ма? Жаңа қабілет ашу ма? Бұның бәрі ортаға байланысты. Сондықтан мен сендерге арнап ең қатал, ең ерекше екінші кезеңді дайындадым. Біз сендерді дамыта алатын ең керемет ортаны жасадық.
мүмкін ең қорқынышты ортада болуы мүмкін. Соңында ол, сендерге Еуропаның 5 үлкен лигасын таныстырамын. Атақ даңқ, ақша, күш-қуат. Бұның бәрі Еуропада бар. Сендер енді 5 елдің бірін таңдап, өздеріңе ең қолайлы ортада жаттығатын боласыңдар. Осылайша Blue Lock'тың нағыз екінші кезеңі басталады. Достар, бүгінгі бөлім осымен аяқталды. Blue Lock әлемі бұдан да қызық бола түспек. Келесі бөлімде бізді не күтіп тұрғанын білгілеріңіз келсе, міне дәл қазір пікір, комментарий жазып қалдырыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Еуропаның 5 лигасының ішінен Исаги қай елді таңдайды деп ойлайсыздар? Өз болжамдарыңызды жазыңыздар. Сондай-ақ арнаға тіркелуді, subscribe және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Олай етпесеңіз, ең қызықты сәтті өткізіп алуыңыз мүмкін. Видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Және бір маңызды жаңалық. Арнаға қолдау көрсетіп, Каспийге ақша жіберген жандардың есімін келесі видеода атап өтетінімді білесіздер. Бірақ бұдан былай тек 567 теңгеден көп жіберген нағыз эгоистердің ғана аты жөні видеоның соңында жеке тізімге шығатын болады. Неге дәл 567? Себебі бұл санның құпиясын келесі видеоларда айтатын боламын. Келесі бөлімде кездескенше. Нағыз шайқас енді басталды.